Көктем келгелі облыс бойынша өзекті болып тұрған мәселелердің бірі су тасқынынан өту. Мамандардың мәліметінше наурыз айының 3-ші онкүндігінде күн жылынады. Бұл қар еру және еріген су ағындарының пайда болуына әкеледі. Қазгидромет мамандарының мәліметіне сәйкес, биыл Сергеев су қоймасына келетін су орташа көпжылдық мәнерден 57%-ға жоғары. Ал Петропавл қаласындағы күтілетін деңгейлер өткен жылғы ең жоғарғы деңгейден 50-60 сантиметрге жоғары екенін айтуда. Көктемгі су тасқыны көлемінің болжамдары апта сайын болжамдық ақпарат негізінде нақтылатын болады. Және жауын-шашынның нақты және күтілетін елеулі мөлшері мен температуралық фонның жоғарылығы бойынша нақтылауға сәйкес. Болжамға сәйкес көктемгі су тасқыны ағының күтілетін көлемі Сергеев су қоймасында ағы 1 миллиард 600, 2 миллиард 400 текше метрге дейін болады. Қазгидромет мамандары Есіл өзеніндегі су деңгейінің көтерілуі сәуір айының 3 мен 6 аралығында деп болжауда. Ал Сергеев су қоймасындағы алғашқы судың көтерілу деңгейі сәуірдің 10 мен 15 аралығында болмақ. Ал Петропавл қаласында сәуірдің соңы мен мамыр айының басы деп күтілуде. В области в начале апреля. Облыс аумағындағы Есіл өзені салаларындағы кіші өзендердегі су деңгейінің көтерілуі сәуірдің 1 мен 2 аралығында деп күтілуде. Ал кіші өзендердегі су деңгейінің көтерілуі сәуірдің 6 мен 9 аралығында деп жоспарланған. Ал сәуір айының басында күн райы жылынады. Ауа температурасы 4 және 5 градус жылылықты көрсетеді. Ал түнгі уақыттарда әлі де суық болып, температура -2 мен -7-ні көрсетеді. Бірінші, екінші және үшінші онкүндіктің ортасында жаңбыр жауады деп күтілуде. Сонымен қоса, үшінші онкүндікте тұман болуы ықтимал. Салима Жұманғалиқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный.